Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Армысыздар ма, жағдайларыңыз жақсы ма? Мінекей қасиетті Рамазан айы Наурыз мерекесімен қатар келіп, қуанып жатқан жағдайымыз бар. Мерекелеріңіз құтты болсын. Бүгін 2026 жыл 14 наурыз, көрісу күні, амал күні деп әлеуметтік желілерде өздеріңіз естіп оқып біліп жатырсыздар. Осы көрісу күні құтты болсын. Оған амал күні деп неге қосыла айтылады? Өйткені көрісу күндегі жасаған игі істерге амал жасалынсын деген сияқты да. Көрісу күні сәлемдесу, ренжіскен адамдар бір-бірін кешіру, өмір болғаннан кейін әртүрлі жағдай болады ғой. Жаңылмайтын жақ жоқ, сөнбейтін тұяқ жоқ дейді. Және де бір-біріне мейір махаббатын арттыру, жан ашырлық сезімін оятып арттыру. Осы мәселе болғанда біз іштарлықтан, көралмаушылықтан, жаман қасиеттерден арыламыз. Осыны біздің ата-бабаларымыз біліп, жылына бір мәрте көрісу күнін амал күні деп қоса айтып, кейінгі ұрпақтарына жақсы ізгі істерін қалдырған. Біздің ата-бабаларымыз өзінің жеткен жақсы жетістіктерін өзінің ұрпағына қалдыруды мақсат қылған. Кемшіліктерін мойындап, бұндай қателіктер жасамаңдар деп айтқан. Біз қарап отырсақ қазіргі таңда керісінше болып кеткен сияқтымыз. Өзіміз бір қателік жасап зардабын шексек, соны бүкіл қоғам сол зардап шегу керек сияқты да. Содан кейін өзіміз жеткен жетістіктің ләззатын, жақсылығын көріп, өзіміз қандай қуансақ, өзгелердің де сондай жеткен жетістіктеріне қуана алмай қалған екен біраздан. Оған дәлел, бүгін мен бір қарияға жолығып жағдай сұрасам, көрісу күнінде осындай болады деп, осының мән мағынасын, маңызын әңгіме қылып отырсақ, ей балам дейді, мен саған бір оқиға айтайын. Кейінгі жастарымыздың басынан өтіп жатқан бір қиын жағдайды. Соны сен жеткізсейші көпшілікке. Бүгін көрісу күні сәйкес келіп тұр дейді. Ол не әңгіме ол десем, қазір мен өзім жастарға разымын дейді. Құдайға шүкіршілік, дәстүрлі тәрбие, діни тәрбие көргендер соған сай амал жасап, өте керемет жақсы өмір сүріп жатыр. Ал енді діннен, дәстүрден безіп, ондай тәрбие көрмегендер әрине ел болғаннан кейін телмен тентегі болады. Сондай адасып жүргендер де бар шығар. Маған бірақ жастардың жақсы жақтары көп көрінеді. Мен соған Құдайға шүкіршілік етіп қуанамын дейді. Мен бір танысым ерлі-зайыптылар, өздері жұпыны кедей жерде шыққан кісілер еді. Сол әйтеуір ел қатарлы өмір сүрейік деп кәсіп ашып, енді қазір қарызға алатын жолдар көп қой. Нан жабуды кәсіп қылды дейді. Сөйтіп азанда ерте тұрады, кеш жатады, бір күн емес. Басында аз-маз нан жауып сатып көрді, кейін оны ұлғайтты. Бір күн емес, бірнеше күн өмір бойы осыны істеп келе жатыр дейді. Енді ол екеуі де дәстүрлі тәрбие көрген, діни тәрбие көргеннен кейін жақсылық жамандық Алладан ғой деп, өздері қарыздан құтыламай жүрсе дағы, Алла разылығы үшін 100 нан садақа таратқан кездері болады, 50-60 садақа таратқан кездері болады. Оны бірақ өзінің айналасындағы ағайындары, бұлар бай болғаннан кейін осы жағдай жақсы болғасын таратып жатыр деп түсінетін сияқты. Одан кейін өздерінің анасын қажылыққа жіберді, әлхамдулилля. Өздерінің армандары, анасының арманын орындап берді. Бірақ әлі қарыздарынан құтылған жоқ бұлар. Ал енді бұлардың қасында бір ағайындары бірге жұмысқа тұрып, осылармен істес болып, бұлардың табысын ғана есептеумен айналысты. Бұлардың шығындарын мүлде әңгіме қылмайды екен бұлар. Бұлардың ана кредитке аспаптар алғандығын, болмаса ол жаңағы налог төлеп жатқандығын, светке, газға, суға төлеп жатқандығын, аренда төлеп жатқандығын, адамдарға айлық беріп жатқандығын мүлде есептемей, бар табыс осы екеуіне түскендей бір ауа райы өзгеріп, ағайындардың ортасында осындай бір қиын жағдай болып жатыр. Мен ана жастарды аяймын, өзім разы боламын, аяймын. Бұлар әрбірден соң магазиндерге де қарыз, оны қалып біліп отыр. Бірақ ағайындары оны мүлде білгісі келмейді. Бұларға мүлде жандары ашымайды, мейір махаббатпен қарамайды. Бұлар енді өстіп соншама тірлік істеп жүріп, ауызашар береді, құдай тамақтар береді. Сол кезде ағайындары келіп, осыларға жанашырлық қылуға болады ғой, бірақ олар керісінше таң атқа дейін үйлеріне шықпай отырып алады. Сонда бұлардың бір күн болса да жұмыстары ақсаса екен деген арамызда ойлылығы ғой. Егер солар шын жанашыр болса, олардың сатқан наннан сатып алып жеп істерін жүруіне әрекет ете береді ғой.
бірақ олар еш уақытта бұларды еш нан сатып алған емес. Тегін жесе жеп жатқан шығар, бірақ бұлар нан сатып алып саудасын жүруіне көмек қылып жатқан жағдайлар жоқ. Сонда мен қайран қаламын. Олардың кінәсі не? Олар әйтеуір кісіден нан сұрап қалмайық деп. Негізі мына медицина саласында бір тәулікте 24 сағат болса, 8 сағатын ұйықтауға, 8 сағатын жұмыс істеуге, күнкөріске, 8 сағатын бос еркіндікке қояды ғой. Сонда адам денсаулығы сақталады. Ал бұлар 20 сағат жұмыс істейді. 4 сағат ұйықтайды. Бұларда бос уақыт деген жоқ. Құдайға шүкір, Құдайдың берген перзенттері бар. Оларды шомылдыру бар, оны жуындыру бар, оны сабаққа дайындау бар, апару бар, әкелу бар. Соның бәріне үлгеріп, жан таласып әйтеуір әрекет етіп жатыр. Алла разы болсын деп мен сүйсінемін де дұға жасаймын бұлардың сыртынан. Ал солардың ана ағайындарына, ет жақын жанашырларына Құдай қашан ақыл берер екен? Бұлар сондай өмір бойы сондай қорлап, жандарына зәбір беріп қинап кетер ме екен? Жоқ, әлде ақылдары кіріп, мына ұят екен ғой, обал екен ғой мыналарға деп, соларға жанашырлықпен қарар ма екен деп айтып жатырмын балам. Сен соны жеткізші халыққа. Осылар сияқты қиналып жүрген қаншама жастар бар шығар. Бәлки басқа бір саладағы кәсіптермен осындай қиыншылық көріп жүргендер бар шығар. Енді жаңағы екі жасқа сондай жаным ашиды. Кейде ағайындар өздері күнін көре алмай қиналып жатқанда бала шағаларыма қараңдар деп осылар үйіне бала шағаларын әкеліп тастайтын жағдайлар болады екен. Сонда адамда бір сәт кішкентай болса да мейірім болса болады ғой. Картошканың қабығындай болса да жанашырлық болса болады ғой. Помидордың қабығындай болса да мейірім деген болса болады ғой деп ақсақал жылағандай болып әңгімесін аяқтатты. Соған кейін мен осыны айтуға мәжбүр болдым. Енді ол кісіге айттым мен, егер ауылын аты жөнін айта беріңіз, табан тіреп мойындалатындай болса, онда айта береміз дедім. Енді бұдан нәтиже шығармаса, айтам деді ол кісі. Әрине, сол кезде ауылын да аты жөндерін де айтамыз. Амал жоқ айтпасқа. Өйткені адам бекіре балықтың басы тасқа тимей қайтпайды дейді. Адамға кейбіреулерге чуалап, даналықпенен жанамалап айтқан ақыл әсер етеді да, ақылы барларға, иманы барларға. Ал ақылы жоқ имансыз адамдарға төбесіне түскендей қылып аты жөнін атып айтпасаң қайтпайды. Сондай заманда өмір сүріп жатырмыз. Сондықтан да енді осы әңгіменің авторлары ақылдары болса, жүректерінде иманы болса, жаңағы екі жасқа түсіністікпен қарап, мейір махаббатпен қарайтын шығар. Ал енді ондай тағдыр жазылмаған болса, амал да сол кетеді. 2 жас өз армандарына жетер. Ал енді сол 2 жастың бауырлары да бар дейді. Диванда жатып, телефонмен осылардың онес ақша тауып жатқан. Бірақ олардың жомарттығы аналарын қажылыққа жіберуге жетіп жатқан жоқ. Керісінше осылардың істеген іс-әрекеттерінен кемшілік іздеп, тиісіп, осындай жатқан жағдайлары бар екен. Сондықтан да айналайын бауырлар, мынау көрісу күні амал жасап, мейір махаббатқа келейік, жанашырлық жасайық, түсіністікпен қарайық. Әрбірден соң кейбір ағайындары жаңағы араласудан кетіп қалған жағдайларға дейін кетіп қалды деп қариямыз әңгімесін созып бара жатқасын. Водкаға тоқтатыңыз, осының өзін бір жеткізіп алайық дедім де. Аман болып тұрыңыздар, тыңдағандарыңызға рахмет.